Барлығыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода қызықты деректер каналы сіздерге адамның ағзасы туралы мәліметтерді ұсынады. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Адамның көзі өмірге келген сәтінен бастап, өмірден өткен сәтіне дейін бірдей көлемде болады. Ал адамның мұрны мен құлағы әрдайым өсу үстінде болады. Бұл процесс өте баяу болғандықтан біз оны байқамаймыз. Көз қозғалтқыш бұлшықеттер күніне 100 000 рет қозғалады. Көз ішіндегі торлы қабық 650 квадрат миллиметр ауданды алып жатады. Оның ішінде 137 миллионы жарық сезуші, 130 миллионы қара және ақ түсті ажыратуға, қалған 7 миллионы түрлі түсті ажыратуға арналған жасушалар болып табылады. Сонымен қатар адам ашық көзбен түшкіре алмайды. Ғалымдардың зерттеуі бойынша адам 24 сағаттың ішінде орташа алғанда 4800 сөз сөйлейді. Тіс ағзадағы қалпына келе алмайтын жалғыз дене бөлігі болып табылады. Адамның көзі 10 миллион түстерді ажырата алады. Адамның сүйектері ағзадағы минералдардың тепе-теңдігін сақтау барысында жұқарады. Біздің сүйектеріміз қалыпты міндетінен тыс кальций мөлшерін реттеумен де айналысады. Сүйектердің құрамында фосфор және кальций бар. Кальций ең әуелі бұлшық еттер мен жүйке жүйесіне өте керек дәрумен. Егер ағзаға кальций жетіспесе, арнайы гормондар сүйектің құрамындағы кальцийлерді ағзадағы өзге де бөлшектермен бөлісуге мәжбүр етеді. Сол себепті дәрумен қабылдауды естен шығармаған абзал. Сонымен қатар адам сүйегі болат темірден 5 есе мықтырақ болып келеді. Адамның бас сүйегі 29 шақты әртүрлі сүйектерден құралған. Сонымен қатар адам миының сыйымдылығы 4 терабайттан асып түседі. Адам миында секундына 100 000 химиялық реакция жүріп жатады. Статистикаға сүйенетін болсақ, 2 миллиард адамдардан тек бір адам ғана 116 жастан артық өмір сүреді. Адам мұңайғанда 43 бұлшықет жұмыс істеп, бет пішінін өзгертеді, ал күлгенде 17 бұлшықетті пайдаланады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, ұшақпен ұшқан кезде адам бойының өсуі 2 есе жылдамдайды. Ер адамдар 130 сантиметрден төмен болса, ал әйел адамдар 120 сантиметрден төмен болса, ергежей деп аталады. Адам организміндегі ең мықты бұлшықет жүрек емес, тіл болып есептеледі. Ал жүректің бұлшықеті ең шыдамды және ең белсенді бұлшықет болып табылады. Адамның оң жақ өкпесінің сыйымдылығы сол жақ өкпесінің сыйымдылығына қарағанда көбірек болып келеді. Адам өлгеннен кейін ішек бұлшықеттері жазылып, оның ұзындығы 6 метрге дейін ұзарады. Адам түшкірген кезде ағзадағы барлық функциялар тоқтайды, тіпті жүрек соғысы да тежеліп қалады. Адам ағзасында өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы 2 килограммды құрайды, ал адамның аузында шамамен 40 000 бактерия бар. Жүректің бір дүрсілі 200 миллиграмм қанды айдауға қабілетті болып келеді. Ал адамның жүрегі өмір бойы 182 тонна қан айдап үлгереді. Әйел адамның жүрегі ер адамға қарағанда жиірек соғады. Ересек адам жүрек салмағы шамамен 220 мен 260 грамм аралығында болады. Ересек адамның қан айналымы 20-28 секунд ішінде жүзеге асса, сәбилерде 15 секунд, ал жасөспірімдерде 18 секунд ішінде жүзеге асады. Балалар тізе тостағаншасыз дүниеге келеді. Олар тек 2 және 6 жас аралығында қалыптасады. Сонымен қатар 7 айға дейінгі бала бір уақытта тамақты жұтып та дем ала да алады. Көк көзді адамдар басқаларға қарағанда аурушаң болып келеді.
яғни мұндай адамдар ауруды тез қабылдайды. Саусақ тырнақтары аяқ тырнақтарына қарағанда 4 есе жылдам өседі. Сонымен қатар, адамның терісі өмір бойы орташа есеппен 1000 рет ауысып жаңарады. Адам ағзасында шамамен 2000 дәм сезу рецепторлары болады. 60 жаста көпшілік адамдар өздерінің дәм сезу рецепторларының тең жартысына жуығын жоғалтады. Адам дүниеге келгенде оның ағзасы 14 миллиард жасушадан тұрады, және бұл көрсеткіш өлгенге дейін көбеймейді. Керісінше, 25 жастан бастап күніне 100 мыңға дейін азайып отырады. Бала туғанда ағзасында 300-ге жуық сүйек болса, ал ересек жасқа келгенде сүйек саны 206-ға дейін азаяды. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, адам басындағы шаштың ұзындығының жиынтығын есептейтін болса, өмір сүруіне қарай 725 километрді құрайды. Міне достар, осымен сіздерге айтар мәліметтеріміз аяқталды. Сіздерге бүгінгі мәліметтер қызықты болды деп ойлаймыз. Егер де сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосасыз.